Қияр мен еттен дайындалатын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описанияға жазып қоямын. Ол үшін бізге сиырдың еті қажет болады. Оны осындай ұзынша бөліктерге бөліп шығамыз. Және оның үстіне 70% уксустан 1 шай қасық, соя тұздығынан 1 шай қасық қосып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Етіміз біраз уақыт маринадта тұруы қажет. Осы кезде 4-5 қиярды алып, осылай екіге бөліп, ұзынша қылып кесіп шығасыздар. Өте ұзын да емес, қысқа да емес, шамамен 4-5 см ұзындықта жасасаңыз болады. Қиярдың әрбір бөлігінде осындай қабығымен болуы қажет, және оларды бір ыдысқа саламыз. Үстіне толтырмай шай қасықпен тұз салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Кішкене осылай қолымызбен қысыңқырап отырып араластырамыз. Бізге қияр кішкене жұмсарып, және сөлі бөлінуі қажет. Және оны бірнеше уақытқа қалдырып қоя тұрамыз. Және түрлі түсті бұрыштарымызды осылай ортасынан кесіп, ортасындағы дәнегін алып тастаймыз. Және осылай екі бөлікке бөліп, 3 бұрыш формада турап шығасыздар. Міне шамамен осындай бөліктер шығуы қажет. Және табамызға аздаған сұйық май қойып, оны жақсылап қыздырып аламыз. Және болгар бұрышын салып, шамалы жұмсарғанша қуырып аламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, кішкене жұмсарса болады. Және оны алып ыдысымызға салып қоямыз. Жаңағы табамызға тағы да етімізді жақсылап қуырып аламыз. Жаңадан май құюдың қажеті жоқ, болгар бұрышын қуырған майымызға қуырып ала береміз. Егер ет тұздалмаған болса, осы этапта 1 шымшым тұз қосып жіберсеңіз болады. Және оның үстіне ұсақтап туралған пиязымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Біраз уақыт өткеннен кейін үстіне кішкене су құйып, қақпағын жауып, ет толық піскенше бұқтырып аламыз. Бізге міндетті түрде кинза аскөгі керек болады. Кинзаны осылай екіге бөліп, ұсақ етіп турап аласыздар. Және бір тіс сарымсақты терканың майда көзінен өткізіп аласыздар. Бағанағы қиярымыздың артық соғын төгіп тастаймыз да, оның үстіне қуырылған тәтті бұрышымызды және етімізді қосамыз. Табада қалған артық сөлімізді қосудың қажеті жоқ, себебі салатымыз өте сулы болып кетеді. Оның үстіне кинза мен сарымсақты да қосып жібересіздер, және татымына қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш және де кориандр қосасыздар. Үлкен 1 ас қасық соя тұздығын, 1 ас қасық сұйық май және де 1 шай қасық қант қосып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Егер тұз аз болса, кішкене тұз, уксус қосып жіберсеңіздер болады. Және 2 сағатқа міндетті түрде тоңазытқышқа қалдырып қоясыздар. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраудың суретін басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар болады.